Ассалаумағалейкум, қалайсыңыз, Шалқар? Уалейкум салам, Арслан, жақсы, өздерің қалайсыңдар? Неше нормально. Қалай, үй іші бәрі жақсы ма? Жақсы барлығы. Жұмыстар қалай болып жатыр, жұмыстар? Жақсы барлығы, жұмыстар жүріп жатыр. Сен негізі жұмыс жасайсың ғой бір жерде, я? Тендермен қалай, параллельно айналып жүрсің ба сонда? Жұмыс уақытында мен тендермен айналысып жүрмін. Мынау Госзакуппен және де мен самұрық Госзакуппен уже тендерлерінде отырып, Кентау қаласынан, Түркістан қаласынан өтіп, уже поставканы жеткізіп қойдым. Және де енді Ақтау қаласы, Астана қаласынан заявка жібергендерім бар, әлі ол вскрытие болған жоқ. Самұрық қазына бойынша қазірге бір тендер ұттым. Маржасы өте жақсы. Жұмыс істеп, қосымша жұмыс осы қазір тендермен айналысып жатырмын. Қиын емес па қазір? Бір жерде жұмыс жасайсың ғой, мысалға сен. Параллельно алып жүруге қиын емес па деп жатқаным ғой. Енді қиын, әсіресе күнде 5 күн жұмыс істейтін кезде қиын болады. Обед уақытында ертерек ішіп, базарлап, тендерге заявка жіберіп, және алттан кейін үйге келіп, заявка жіберіп, договор, если ұтып алған болсам, договор заключать етіп, істеп жатырмыз. Үлгеріп жатырмын. Болады, арасында сұранатын кездері болады, жұмыстан сұрану керек болады. Вообще қиын емес па? Адамдар көбісі қиын емес па? Бұл жаңағындай қиын ғой. Қиын емес. Если өзіңе байланысты, если өзің үлгерем, істеймін десең, үлгеруге болады. Жаңағы договорды, товарды ұтып алғаннан кейін, сол договорды заключать етпей тұрып, өзің күнін белгілеп, сәл уақытты соз бәрін бір күнге, если екі товар ұтып алсаң, соны бір күнге белгілеп, жұмыстан сұранып, апарып тастаймыз. В общем, ебін тауамын дейсің ғой, в общем, я? Не ма? Қанша тендер ұтып алдың енді? Сен бізде мысалы үшін былтыр ма еді? Қашан еді? 2019-да мен 2019-да үйрендің, я? 2019-да үйрендім. Бір жыл болып қапты ғой. Қанша тендер ұтып алдың енді? Или арасында тоқтатып қойған кездерің болды ма? 2019 жылы көп ұтқызбадым, өйткені ол кезде енді үйреніп жатқан кезім еді. Соңғы тендерім 2019 жылы август айында аккумулятор ұтқанмын Ақтау қаласынан. Оны поставка істеп, олар менің ақшамды аудармады. Сөйтіп біраз уақыт ұстап қалды қолымда. Ақшам болмаған соң мен 19-да одан ары жалғастырмадым. Ақшаңды берген шығар? Аударған шығар? Қанда алдым, 2-3 ай күтіп қалдым, сол 2-3 айдан кейін, осы жаңа жылдан кейін 2020-ға. Сосын қайттан бастадың ба? 2020-да қанша тендер? Жаңа біраз тендерге қатысып тастаған сияқтысың ғой. Мен 2020-да ұтқан тендерім Кентау қаласынан веник ұтып алдым. Оны поставка істеп қойдым. Түркістан қаласынан А4 бумага ұтып алдым. 138 пачка. Оны поставка істедім. Түркістан шлабра ұтып алдым, 20 штук шлабра. Оны поставка істедім. Түркістан облысынан тряпка, нетканное полотно дейді. Оны ұтып алдым. Оны поставка істеп қойдым. Сайрам ауданы дейді ол, Сайрам қаласы. Түркістан облысы Сайрамға кіреді. Сол Сайрам өңірінен ведро шелек ұтып алдым. 10 штук шелек. Оны поставка істеп қоста бар екен ғой, я? Основной қоста бар екен ғой. Қаласынан тряпка, шлавра, жаңағы стеклоочиститель дейді ғой. Стеклоочиститель сыпырғы ұтып алдым. Әлі оларды поставка істеп жатырмын. Жұмыс уақытымен туралап, бәрін бір күнге туралап, сөйтіп поставка істеп жүрмін қазіргі уақытта. Пайдасы қалай енді ана жауып қойған тендерлердің пайдасы қалай? Пайдасы жақсы. Әр тендерден мысалға және де Шымкент қаласынан антикор дейді ғой, антикоррупционный комитет. Ол жерге де 20 штук веник ұтып алғанмын. Бір штукі 900 теңгеден. Оның пайдасы общий 20 штук веник маған 18 теңге болды. Мен оған 6,5 теңгеге веник сатып алдым. Қалған ақшасы өзіне қалды. Сен 1 миллионға дейін қатысасың ба или любойына қатысасың? 1 миллионға дейін қатысам қазіргі кезде. 1 миллионға дейін, я? Қанша пайда таптың енді?
чисто тендерден. Чисто тендерден пайда тапқаным. Осы мен енді жақында бастадым, бір ай бұрын, 1,5 ай бұрын бастадым, заявкілерді жіберіп. Енді қазірге 100 мыңнан асады. 100 мыңнан. Мен Сарыағаш оларды әлі есептеген жоқпын, оларды қосатын болсам бір 50 мың пайдасы бар. Бір айдың ішінде, иә? Айлық жүріп тұр. Айлық, иә, оны істеп отырмыз. Айлықты да жұмыстан ол жүріп отыр, иә. В общем, жұмыс істеймін деген адамға вариант көп дейсің ғой. Иә? Иә, жұмыс вариант көп, ебін табатын болсын әсіресе. Бопты онда уақытыңды алсақ кешіресің. Жақсы, әрекет жақсы. Бізде үйренем деп жүрген, басы қатып жүрген, мен қолымнан келе ма деп жүрген адамдарға не айтуға болады? Бір ауыз сөзіңді айтып жіберсейші. Если үйренем деп жүрген адамдарға үйреніп істеген әсіресе жақсы. Анау кеше мен Алматыдан товарым келді, осы тендерден да. Сол кезде мен бір фура товар келді, ішінде бір фура товар, 2 адам келген да. Менікі бір кішкентай зат келді. Сөйтіп ананы көріп, мен көрдім да өзіме сұрақ қойдым, біз ұйықтап қалыппыз ғой дедім. Андай жұрттар осындай товардың біздің товар айшының қасында бір 2-3 место болып келді да. Аналар 2 адам фурамен тасып жатыр, біз болсақ айшын бір кішкентаяқ нәрсе тасып жүрміз деп ойладың ғой. Иә? Ұйықтап қалдым деп ойладым, біз ұйықтап қалғанбыз дедім. Десе өте жақсы ғой, конечно. Қолынан келіп уақытты бөліп істеген дұрыс деп айтамын мен барлықтарына. Бопты онда, Шалқар, жақсы. Рахмет, ісің алға баса берсін. Рахмет, Ареке. Көбірек тендер ұтып, әйтеуір бәріне уақыт жеткізіп, табысың одан сайын арта берсін. 1 миллионға дейін емес, 10 миллионға дейінгі тендерлерге көше бер, жайлап. Соны қолға жақсы онда. жақсы.